Сәлеметсіздер ме балалар? Дүниежүзі тарихы 5-ші сынып. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбымыз ежелгі Грекияның гимназия, лицей, академияларында нені үйретті? Оқыту мақсаттары: ғылымдардың арифметика, геометрия, астрономия, медицина пайда болуына, шаруашылықтың дамуына, іс-әрекет пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын сипаттау. Ежелгі Грекиядағы ғылым. Біздің заманымызға дейін 7-4 ғасырларда ежелгі Грекияда ғылымның дамуына жақсы жағдай қалыптасты. Бұған грек полистерінің дамуы әсер етті. Қол еңбегінің кең түрде пайдаланылуы көптеген адамдарға тек қана ақыл-ой еңбегімен айналысуға мүмкіндік берді. Грекияда алғашқы кәсіби ғалымдар қалыптаса бастады. Ежелгі грек ғылымының негізін философия құрады. Бұл ғылымның дамуында полистердің демократиялық құрылысы елеулі рөл атқарды. Халық жиналыстарында өз ой тұжырымдарының ақиқаттығын дәлелдеу қабілеті жоғары бағаланды. Ежелгі Грекиядағы мәдениет пен тәрбиенің ерекшелігі сайыскерлік болатын. Азаматтар шешендік өнер, спорт, өнер саласында сынға түсті. Осындай сайыстар ғылымның дамуына да түрткі болды. Біздің заманымызға дейін 3-ші ғасырда Сиракуза қаласында ежелгі грек математигі, физик, инженер Архимед өмір сүрді. Ғалымның әскери өнертабыстары қаланы жаудан қорғауға көмектесті. Біздің заманымыздан бұрын 212 жылы 2-ші пуналық соғыс кезінде Сиракузды римдіктер қоршауға алған екен. Архимед өз халқына көмектесу үшін инженерлік білімді белсенді пайдаланды. Сонымен ол лақтыру машиналарын әзірледі. Оның көмегімен Сиракуз жауынгерлері өздерінің қарсылықтарын ауыр тастармен бомбалады. Көп уақыт бойы Сиракуз халқы римдіктерге қарсылық көрсетті. Бірақ біздің заманымызға дейін 212 жылдың күзінде опасыздық салдарынан римдіктер қаланы басып алады. Сол кезде Архимед математикалық формуланы ойлап тауып жатқан кезінде римдік жауынгерлерден қаза тапқан екен. Енді балалар тапсырма. Кімнің кім екенін табыңыз. Суретке назар аударамыз. Суретте кімдер бейнеленген? Бұл адамдар қайда және қашан өмір сүрді? Жұмыс істеді. Олар бір дәуір мен бір аймақтан болды ма, әлде әртүрлі дәуір мен әртүрлі өңірден бе? Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.